Қазақстан азаматтары үшін 54 елде 71 референдум учаскесі құрылды. Олар Қазақстан елшіліктері мен консулдықтарында орналасқан. Еуропа елдерінің басым бөлігінде учаскелер осыдан 1 сағат бұрын ашылды. Қарт құрлықтан әріптесім Нұрсұлу Қасым қазір бізбен байланысқа шықты. Нұрсұлу, қайырлы күн. Сіз қай елдің референдум учаскесінде тұрсыз? Нұрсұлу? Қайырлы күн, Айнұр, біз еліміздің Бельгиядағы елшілігінде орналасқан 405-ші референдум учаскесіндеміз. Айнұр ханымыз шырқалы, жергілікті уақытпен таңғы сағат 7-де, яғни 2 сағат бұрын ресми түрде референдум учаскесі ашылды. Қазір отандастарымыз дауыс беріп жатыр, жастар белсенді, шапандарын киіп, референдумға ерекше көңіл күймен қатысуда. Алғаш рет өмірінде дауыс берген студент жігітке елшілік естелікке жаңа ғана ұлттық кәдесый табыстады. Жалпы бүгін осы жерде дауыс беруге 150-ге жуық Қазақстан азаматы тіркелген, дені дипломаттар, олардың отбасы мүшелері, студенттер және осы Бельгияда уақытша жұмыс бабымен немесе отбасылық жағдайына байланысты тұрып жатқан қазақстандықтар. Онан бөлек Люксембургта уақытша тұрып жатқан немесе сапарда жүрген қазақстандықтар да осы жерге келіп, кешкі сағат 8-ге дейін өз таңдауын жасай алады. Яғни онан бөлек, егерде денсаулығына, басқа да жағдайларға байланысты елшілікке келе алмайтын азаматтарға жылжымалы жәшіктерді қолдану арқылы көшпелі дауыс беру ұйымдастырылады. Бірақ әзірге үйден дауыс беруге ешқандай өтініш түскен жоқ. Егер түсіп жатса, біз алдағы шығарылымдарда баяндаймыз. Айнұр. Рахмет, Нұрсұлу, ақпарат күтеміз.